Так, жолдастар, орталыққа кіріп келе жатырмыз. Так, мына сіздің көріп отқан движение бұл дегенде басы ғой. Қарапайым күнде, мына пандемия жоқ кезде, мынау неше түрлі заң қабылдамаған кезде бұл жерде жүре алмайсың. Бұл жердің бәрі, особенно әбетке таман и кешке қарай, бұның бәрі толып тұрады. Көлікке толы бұл жердің бәрі. Маған Москва ұнайды енді. Мен вообще Россияны өзімнің екінші отаным деп санаймын. Өйткені Россияға дейін мен басқа шетелдерде тұрып көргенмін. Басқа елдерде біз қазақ жанында адам өмір сүре алмайды деп ойлаймын. Өмір сүргенмен де қиын. Егер былай қарапайым адам болып келіп бір жұмыс істеймін, тұрам десең қиын. Германияда, допустим, біздің менталитетпен өмір сүру шамалы қиындау. Өйткені олар өздерінше басқаша ойлайды. Мен Германияда кезінде болғанмын. Бір көшеден бір көшеге өтіп бара жатып, денесі енді шкаф бір адамды көрдім да, енді біреуді қызды құшақтап сүйіп тұр, енді ана енді қалай айтсам екен, енді Аполлон ғой, енді сұлулықтың құдайы десең болады, енді дене десе дене бар, бой десе бойы бар. Сосын енді қасынан өтіп бара жатып, енді біз де адамбыз ғой, енді өтіп сорсып тұрмасақ та, енді қасынан өтіп бара жатсам, еркекпен сүйісіп тұр. Пи***аз ғой біздше айтқанда. Өй деп айтуға болмайды, гей дейді оларды. Гей дейді. Өй деп айтуға болмайды дейді. Олар ауру, олар гей дейді. Мен таң қалып, аузым ашылып, жағым тіземе дейін түскен. Бізде ондай жоқ қой. Бізде осы Алматының қақ ортасында, Алматы демек, ол Шымкенттің қақ ортасында бір сүйісіп тұрса, екі жігіт мәндайын жарып жібереді ғой. Ол жақта ондай емес. Ол жақта демократия бар. Сондықтан да мынау бұрынғы Совет одағының мүшесі, осы 15-16 республикамыз өзінің қалыптасқан менталитеті бар. Сол біз бір-бірімізге жақынбыз енді, ой қарасымыз бойынша. Сондықтан да мен Москваға келгенім сол, Москваға келіп, үй болып, күй болып, жаны ұялы болып, сол Москва мені қабылдады. Былайынша айтқандай, қай қала болсын, қай мемлекетте болсын, я сені қабылдайды, я сені қабылдамайды. Я сені жейді, өйстіп аяғыма тұрғызып жіберген. Сондықтан да мен Москваны жақсы көремін. Москваға өзімнің бір жылы лебізіммен қараймын енді. Вообще Ресейді мен өзімнің екінші отаным деп санаймын. Бірінші туған отаным Қазақстан болса, кіндігімнің қаны тамған жер, екінші отаным Ресей деп санаймын. Так, 1,5 километрден кейін біз солға кетеміз. Айтпақшы, біз зря мына қатарға тұрып алдық. Жоқ, дұрыс. Оңға қарай кетіп, оң жақтан біз солға кетеді екенбіз. Вот солай, Сохор Николай. Оң жағымызды қадағалап отырамыз, өйткені оң жағымыздан прям біреу кіріп келуі мүмкін. Кіріп келсе, біз оны көрмей қалуымыз мүмкін. Мертвый зонаға кіріп кетсе, көрмей қалуымыз екіталай. Сондықтан да мына сферический зеркало дейді. Сферический айнамызға қарап, сол оң жағымызда, мына машинамыздың алдында, қақ мына жанымызда кім тұрғанын көріп отады. Ай, мына машинаны қарашы. Менің өзімнің BMW бар, 520. Отырып Шымкентке қарай тартсаң ғой, Ой, әкең ау. Ты че, бочка, не видишь, что ли, нахуй? Нет водительской солидарности, что ли, у тебя, нахуй? Едешь, как, сука, угорелый, нахуй. Басың. Перевод осындай аққұлақтар.
Хотя менде дальнобойщик, ол да дальнобойщик кіргізіп жіберуіне болады ғой. Жол уже қысқарып келе жатыр. Осындайлар да болады, осындай кадрлер. Бұны енді қалай дальнобойщик дейсің? Бұл дальнобойщик емес, бұл осы жерде осы қаңғырып жүрген фор айдағанның бәрі дальнобойщик болып есептеле бермейді, жолдастар. Мынау қалада жүретін жігіттер. Енді бұлардың қалада жүретін жігіттердің бәрі бұндай емес енді. Осындайлар болады енді. Мен өзімнің ойымша әрқашанда адам болып қалу керек. Қандай ситуация болса да енді әрдайым адам болып қалу керек. Қазіргі таңда осындай адам болып қалу, адамгершілігін сақтау деген менің ойымша ол өте сирек кездесетін сияқты. Өйткені заман қазір сондай. Заман уже сені заставляет прям қасқыр болып бір-бірімізге осы бір қасқыр ұқсап қарайтындай қылып. Менің ойымша ол дұрыс емес. Бәрін айтты, бірін айтады. Мен бір нәрсені ғана түсінгем. Егер жақсы пейіліңмен қандай болса да бір заманың Пожалуйста, мадемуазель. Артынан иткер жіберген дейсің ғой. Қаяқтағы мадемуазель дейді. Үйге келгесің аяғыңды сындырам дейді жеңгең. Так. Короче говоря, егер мейірімді болып, пейілің кең болса, заманың қандай болса да Құдай береді саған. Жақсы болсын, жаман болсын, беретін Құдай береді. Сондықтан да мен өз басым кезінде енді көп қателік жасаған адаммын, бірақ қазір уақыт келе, уақыт өте өзім соны түсінгенмін. Егер жұртқа жақсылықпен жақсылық таратып, жақсы көзімен қарап, бір мейірімдің, бір пейілің төгіп, мейірімділікпен бір жақсы бір іс істесең, ол іс саған қайтып келеді. Қандай заман болса да. Так, Құдайға шүкір жетіп қалдық. Біз бірден бұрыла алмаймыз, сондықтан да екінші жолға түсіп алуымыз керекпіз. Так, мына жерде де дәл солай. Біреуді қысып жібермеу үшін шамалы былай көбірек аламыз. Кеттік. Рацияны сөндіріп тастадым, өйткені мынау тоқтың сымы өртеп жіберу мүмкін рациямызды. Так, кеттік. Жақындап қалдық. 14 километр қалды. Әдемі қала, е? Тамаша қала. Әсіресе жазда. Не деген қиылыс дейсің ғой. Так, қай жер? Светофордан өтіп барып, солға екінші светофорға тірелеміз, одан оңға кетеміз. Сондықтан да жолдастар, дальнобойщик бол әшейін осы отырып алып, жалпиып табатын ақша емес. Не туда повернешь, сосын жүресің. Поворот іздеп. Мәдениет туралы жаңа айттым, өткізіп жібереміз. Егер біреу келіп атса, поворотыңнан қосып, өткісі келіп атса, өткізіп жібереміз.
қысып жіберсең. Так, енді мына жерде солға кетеміз. Так, жақындап қалдық, жолдастар. Так, мына автобусты өткізіп жіберіп, оңға бұрыламыз. Болсайшы енді, братуха, болсайшы. Поверните направо. О, елки-палки. Шамал былай бұрылмасақ, өткен кіре алмаймыз. Через 200 метров плавно поверните направо. Так, әйтеуір жақындап келдік енді. 2 шақырым қалды.